Сәлем балалар, бүгін бізде listen and read in the park 46-шы бет. Тексті оқып аударамыз бірінші. Let's take Chica to the park. Мінекей Чиканы да паркқа алып кетейік. Run everyone, come back Chica. Бәріміз бірге жүгірейік, come back дегеніміз кері қайт Chica. Let's go to the pet shop. Oh yes, great idea. Pet shop ол бізде үй жануарларына арналған магазин, дүкен. Сол дүкенге кірейік дейді, жақсы идея. Төртіншісі, is Chica here? Chica осында ма? Sorry, no, looking in the toy shop. Кешіріңдер, жоқ. Ойыншықтар дүкенінің ішін көріңдер. Is Chica here? Chica осында ма? Сұрап жатыр. Sorry, no, кешір, жоқ. Oh, Rolla, help, find Chica. Rolla, көмектес, find, тап деген сөз. Find Chica. Chica'ны тапшы. Chica is here. Rolla табады, Chica мұнда. Come on, let's go. Қанекей, мұнда кел. Осылайша Chica қайтып келеді. Екінші жаттауға қарай. Who says the sentence? Read again and choose. Бұл жерде мынау сөйлемдерді кім айтып тұр? Кімнің сөздері, соны табуымыз керек. Екіншісі come back Chica. Ол бізде Карлостың сөзі. Oh yes, great idea. Текстке қараймыз. Бұл Тараның сөзі. Find Chica. Ролланың сөзі. Келесі үшінші тапсырма. Listen and read, make a new dialogue with your friend. Мынау диалогқа қарай отырып, біз өзіміз осындай диалог құрастыруымыз керек. Менің жасаған диалогым. Hi, let's go to the cinema with my cat. Сәлем, менің мысығыммен бірге кинотеатрға барайық. Okay, go. Жақсы. Oh, where is your cat? Сенің мысығың қайда? Ол жоғалып кетеді. Oh no, he disappeared. Ол жоғалып кетті. Let's go out. Сыртқа шығайық. I found him. Мен оны таптым. Okay, go back. Жүр, онда кері қайтайық. Келесі бетте, 48-ші бет. Exercise first. Listen, point and repeat. Бірінші осы сөздерді аударайық. Help sick people. Ол ауру адамдарға көмектесу. Make bread. Нан пісіру. Fight fires. Өртті сөндіру. Bring letters and parcels. Хаттарды және де посылкаларды алып келу. Sell vegetables. Sell деген сату. Көкөністерді сату. Grow fruit. Фрукты, жемістерді өсіру. Grow дегеніміз. Екінші, complete the sentence. She grows fruit. She is a farmer. Кімнің кім екенін анықтау керек. May help деген сөздерге s жалғауын жалғап, если he, she, it болса, скобканы, жақшаны ашу керек. Екінші жаттығу. He makes bread. He is a bakery. Ол нан пісіріп жатыр. Ол нан жасайды. Ол нан пісіруші. She helps sick people. She is a doctor. Ол ауру адамдарға көмектеседі, емдейді. Ол дәрігер. Төртіншісі, he brings letter and parcels. He is a postman. Ол хаттар мен посылкаларды алып келеді. Ол бізде пошта тасушы. She fights fires. She is a firefighter. Ол бізде өрттерді сөндіреді. Ол өрт сөндірушісі. Бізде келесі бетте грамматика question words. Question words дегеніміз сұраулы сөздер. Сұраулы сөздер. Who дегеніміз кім, what дегеніміз не, where дегеніміз қайда, when, қашан, how many, қанша деген сөз. Whose, кімніңкі, every day дегеніміз және ол күнделікті деген сөзді білдіреді. Бірінші тапсырманы орындайық, read and match. Сәйкестендіру керек. Екіншісі, what does he do? Ол бізде he brings letters and parcels. Ол не істейді? Ол бізде посылкаларды және хаттарды алып келеді. Whose bag is this? Бұл кімнің сөмкесі? Жауабы D. Бұл мистер Блэктікі. Төртінші, what are these in the bag? Ол сөмкенің ішінде не бар? Оның жауабы A. They are letters. Онда хаттар бар. How many letters are there in the bag? They are 20 letters. Ол сөмкенің ішінде қанша хаттар бар? 20. Және де екінші тапсырма, read and circle. Сұрақ сөздерін бізге дұрыс белгілеу керек. Who are they? Олар кімдер? Where are they? Бізде болмайды. Қайда олар? Қашан олар болып қалады? Сол үшін олар кімдер? Who are they? Екінші сұрақ. What do they do? Олар не істеп жатыр? Егер де біз whose do they do десек, кімнің не істеп жатыр олар деп аударылып қалады. Сондықтан what do they do? Олар не істеп жатыр? They make bread. Олар нан пісіріп жатыр, нан істеп жатыр. Үшіншісі, where is their shop? Олардың дүкені қайда? Ол Apple Street көшесінде. Егер біз what is their shop десек, олардың дүкені не деп аударылады. Бұл сәйкес келмейді. Төртіншісі, when do they go to work? Олар жұмысқа қашан барады? Every day, күнде.